Бұл келесі менде бір қызықтыратын әрі таң қаларлық бір оқиға. Жолшыбай түнде Мұсаға жаратқанға қарсы келіп, оның көзін құртпақ болды. Сүндеттелудің Мұсаның өмірінде маңыздылығы қанша? Бұл оқиға Құдайдың адамзатқа берген, жалпы адамзатқа бергенде бір сол замандағы заңдардың Ыбырайым пайғамбармен келісімге отырған, сүндеттелу бойынша. И бұл келісімнің орындалуы Құдай үшін өте маңызды болды. Құдай алдымен біздің жүрегімізді өзгерткісі келеді. Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Сіздермен бірге әдеттегідей Киелі кітап подкасты. Және де бұл біздің әңгімелеп жатқанымыз бұл жай ғана әңгіме емес. Яғни қазір біз Мұсаның өмірінен бірнеше бағдарламалар бойы сіздерге түсіндіріп келе жатырмыз. Бұл көне оқиға емес. Көне оқиға болған күннің өзінде де бұл қазіргі таңда да біздің жүрегімізге жақын және өзекті тақырыптарды да қамтитын болады. Және де студияда біздің қонағымыз Ұлан бауырымыз. Және әдеттегідей мен Мақсат. Яғни Мұсаның өміріне қарайтын болсақ, бұл Құдайдың еркінің орындалудағы ұлы жоспарын көрсетеді. Біз бүгінгі таңда осы Мұсаның өмірінде болып жатқан оның отбасылық жағдайы, және де қызметке тағайындалғаны, Құдайдың еркі, және де Мұсаның қорқыныштары туралы әңгімелесетін боламыз. Яғни Мұсаның өміріне қарап, қазіргі таңда да көптеген адамдар өзіне бағыт бағдар ала алады десек те артық айтпаған боламыз. Яғни Ұлан бауырым, өзіңе алғашқы сұрағымды қойғым келеді. Біз айтып өттік, жаңа Құдайдың еркі дейміз. Көптеген адамдар мысалға жұмысқа тұру үшін, бірдеңе болу үшін мен Құдайдың еркін білуім керек дейді. Яғни Құдайдың еркі дегеніміз не жалпы? Соны өзің Киелі кітап тұрғысында түсіндіріп өтсең. Жалпы енді Құдайдың еркі ол біздің өміріміздегі бір бағыт беретін бағдаршам секілді. Көп адам мұны бағана сен өзің айтып жатсың, қайда жұмысқа тұрам, кімге үйленем, қайда көшем, қандай жұмыс істеймін деген сияқты сондай нәрселердің барлығын күнделікті жалпы мәселелерге байланысты өзіміздің бір Құдайдың ойы қандай екен осы нәрсеге деген сондай ой болады. Анандай бір ой болады да, мүмкін егер мен Құдайдың еркін қазір түсінсем, мен дәл осы жұмыс маған Құдай берген жұмыс деген сияқты, немесе басқа да. Бірақ алайда біз Құдайдың еркін былай түсінсек болады. Құдай алдымен біздің жүрегімізді өзгерткісі келеді. Жүрегіміздегі жаңа Құдайдың алдымен бізге өз еркін көрсеткісі келеді. Бірақ оның ең бірінші талаптарының бірі ол өте қарапайым. Мысалға біз оны қазір Михей пайғамбардан оқысақ болады, 6 тарау 8 аятта былай деп жазылған. Уа адам, жаратқан ие саған ненің игілікті екенін білдірген еді. Ол сенен нені талап етеді? Әділ істер істеп, мейірімділікті ұнатуыңды, әрі сыйынатын Құдайыңмен тығыз байланыста болып, кішіпейіл жүруіңді талап етеді. Жалпы Құдайдың еркі ол сенің күнделікті өміріңде оған ұқсас болуыңды, мейірімді болуыңды және әр қашанда кішіпейіл болуға тырысуыңды Құдайдың қалауы сенің өміріңдегі. Егер біз осы қарапайым қағидаларды ұстансақ, Құдай бізге не істеу керектігін әр қашанда дұрыс түсіндіреді. Жүрегімізде оған ашық болған сайын біз оның дауысын да ести аламыз. Жалпы Құдаймен тығыз байланыста болған сайын біз Құдайдың еркін біліп, еркіне сай өзімізде іс-әрекеттер жасай бастаймыз. Жалпы сол Құдайдың еркі дегеніміз, ол ең бірінші нәрсе, Құдай біздің қабілетімізге, білімділігімізге, немесе басқа да нәрселерге қарамайды. Егер Мұса пайғамбардың өмірін алып қарайтын болсақ, Мұса пайғамбар қандай болды? Ол айтты, мен қолымнан келмейді, мен анандаймын, мен мындаймын деп. Сол кезде Құдай айтты, ауыз бен тілді кім жаратты деп. Сондықтан да Құдайдың еркі дегеніміз ол Құдайға деген сеніммен қарау. Құдайға деген сеніммен қараған кезде біз еш нәрседен қорықпаймыз. Бастаған ісімізді аяғына дейін міндетті түрде жеткізе аламыз.
және Құдаймен бірге өмір сүрген адам ненің дұрыс емес екенін сезіне алады. Яғни бір сөз айтқанда Құдайдың еркі бұл адам қалауларынан да үстем болып тұр ғой. Яғни Мұса өзінің қалауы бойынша ол Құдайдың еркіне бағынғысы келмеді. Мен бармаймын, мен сөйлей алмаймын. Ол Мұса пайғамбар мысалға былай қарасақ болады. Басқа пайғамбарларды ойлап қарайтын болсақ, қаншама пайғамбарлар Құдайдың шақыру келген кезде мен істей алмаймын, мен қолымнан келмейді деген сияқты ондай сөздер айтқан. Бірақ та Құдай қайтадан мен сенің жаныңдамын, қорықпа деп айтқан кезде олар келісім берді. Мұса пайғамбардың өмірін қарайтын болсақ, неше рет бас тартты Құдайдың сөзінен. Ол нәрсені істеуге оның көңіл толмады, өзіне деген сенімділігі болмады. Есімізде ғой, басында 40 жыл ерте өзіне деген қандай сенімділігі болды ода. Барып мысырлықты өлтіріп қойған кезде, ашуланған кезде, ода қандай жүрек болды. Кейін өмірден таяқ жегеннен кейін ол не деп ойлай бастады? Болды. Сол жердегі әйелімен, отбасымен сол елді өзіне отан етіп, сол жерде өмір сүре бастады. Ал бірақ Құдайдың еркі оны ешқашан жіберген жоқ. Құдайдың еркі дәл қай кезде болды, сол кезде орындалуға тиісті. Сол кезде Құдай келіп оған айтты. Құдайдың даусын тыңдай білу, Құдайдың сөзіне мойынсұна білудің маңыздылығын біз осы жерде көреміз. Құдайдың еркі бұлай болатын болса, біз Құдайдың еркіне мойынсыну арқылы біздің өміріміз бұрынғыдан да жақсара түседі екенін осы жерде байқасақ болады. Яғни Құдайдың еркін тек қана Құдайдан ғана біле аламыз. Құдайдан ғана біле аламыз. Мынау киелі кітап. Яғни Құдайдың еркін бұл адамдардың қалауымен шатастырмау керек. Меніңше қазір көбінесе Құдайдың еркін ол адамдар өздерінің қалауларымен шатастырып алған сияқты да. Өкінішке орай, шын мәнінде сондай оқиғалар көп кездеседі өмірімізде. Бұл келесі менде бір қызықтыратын әрі таң қаларлық бір оқиға, сұрақ. Құдай Мұсаны таңдап алады, оны қызметке қояды, бірақ 4 Мысырдан шығу кітап 4-ші тарауда қарайтын болсақ, түнде мен оқып бере салайын, алдымда ашық тұр. Және де 4-ші тарау 24-ші айт. Жолшыбай түнде Мұсаға жаратқанға қарсы келіп, оның көзін құртпақ болды. Мына жерде оқып келе жатасында таң қаларлық. Не себепті өлтіргісі келді? Ары қарай оқитын болсақ, оның әйелі Сифора баласының сүндет дәнін кесіп алып, Мұсаның оған тигізіп, бұл Мұсаның аяғына тигізеді. Аяғына тигізеді да, төгілген қанмен құтқарып алған күйеуімсің дейді. Және осы жағдай Мұсаның өмірінде не себепті орын алды? Және де сүндеттелудің Мұсаның өмірінде маңыздылығы қанша? Бұл оқиға Құдайдың адамзатқа берген, жалпы адамзатқа бергенде бір сол замандағы заңдардың Ыбырайым пайғамбармен келісімге отырған, сүндеттелу бойынша. Бұл келісімнің орындалуы Құдай үшін өте маңызды болды. Құдайға мойынсұнушылық ең басты нәрсе, Құдайдың заңына мойынсұнушылық өте маңызды болды. Сондықтан да Құдай ашуланып, оны өлтірмек болды. Енді бұл жерде Мұса пайғамбардың ол бүкіл халықты басқаратын адам. Ол үлгі болатын адам. Бірақ сондай үлгі бола тұра өзінің отбасындағы мәселелерді шешпегені. Бұл оқиға Құдайдың адамзатқа берген заңдар мен бұйрықтарға бағынудың қаншалықты маңызды екенін дәлме-дәл көрсетеді. Мұса Құдайдың халқын жетелеу керек. Бірақ ол өзінің отбасындағы Құдайдың бұйрығын орындамады. Өзінің отбасында. Осы жағдай оның миссиясына, жалпы оның ісіне, алдына қойған мақсатына өте үлкен қауіп төндіреді. Неге? Өйткені Құдай өз халқын үлкен мақсаттарға жетелеуге оның үлкен жоспары болды. Ал ол сол жоспардың ең басындағы адам. Бүкіл халық оған қарау керек болды. Біз жалпы өмірімізде де кейде
оқымысты адамдар болсын, иә, жаңағыдай тәлім беретін адамдар жақсы тәлім береді, жақсы үйретеді, жақсы нәрселерді айтады. Бірақ ол адамның отбасында Құдайдың, қалай айтсам, отбасындағы мәселелер дұрыс емес болуы мүмкін. Бұл жердегі нәрсе, сен ең бірінші сол халықты басқарудың бұрын өз отбасыңда барлық мәселелерді дұрыстап алуың керек болды. Мұса пайғамбарға барлық мәселелер дұрыстап алу керек болды. Міне сол себепті де Құдайдың ашуы көтеріліп, өз отбасында Құдайдың заңдарын орындай алмаған сен қалай басқа адамдарды Құдайдың жолымен жүргізе аласың деген сондай сұрақ туындайды. Сол себепті де бұл оқиғаның өте маңыздылығы сондай. Сол жерде әйелінің Құдайға бағынғаннан кейін Құдай тоқтады. Бұл жерде Мұса пайғамбар мүмкін айтқан шығар әйеліне осындай сүндеттеу керек деп. Бірақ әйелі қарсы шыққан шығар. Мүмкін оның әйелі үшін ол нәрсе ешқандай да мағына бермейтін нәрсе болып көрінді. Сол себепті де ол әйеліне айта алмай, әйеліне қарсы шыға алмай, бірақ фараонға қарсы шығып тұрды. Кейбір кезде бұл нәрсе нені көрсетеді? Біз сыртқы әлемде біз мықты болып көрінуіміз мүмкін, бірақ өз отбасымызда мүлдем басқаша болуы да мүмкін. Сондықтан да ең бірінші Құдайдың жоспары ол біздің отбасымызда басталу керек. Демек, Ұлан, сенің айтуың бойынша қандай да бір қызметке кіріспестен бұрын, яғни сен ерлі зайыпты адам болатын болсаң, онда отбасылық мәселелеріңді шешіп алып қызметке кірісу маңызды демексің ғой. Яғни осы Мұсаның өмірінен біз қандай сабақ ала аламыз? Бұл өте нәзік және маңызды тақырып. Кел кітапта сенбейтін мен тең жіпке байланбаңдар деп нақты жазылған. Себебі неке тек махаббат емес, құндылықтардың, сенімнің, мақсаттың бірлігі. Жалпы бұл дегеніміз не? Егер біреу Исаға сенсе, ал екінші сенбесе, онда бұл неке ішінде түрлі бағыт болады екенін көрсетеді. Ал бұл нәрселер көптеген ауырлық мәселелер алып келуі мүмкін. Жалпы мен өзім әлі үйленбеген адаммын. Бірақ менің өмірімде сондай да жағдайлар болады. Біздің сеніміміз бөлек болуы мүмкін. Біз сеніміміз бөлек адаммен сөйлесіп бастаған кезде мен осы сұрақтарды өзіме қойдым ең бірінші. Мен не істеуім керек осындай кезде деген. Сол кезде алдын ала енді осы Мұса пайғамбардың өмірін қарасақ болады, қандай мәселелер болды оның өмірінде. Оның істеген нәрселері, мен өз өмірімнен ештеңе айта алмаймын, бірақ мен осы киелі кітапты бізге Құдай оқысын деп берді ғой, осы мәселелерді көрсін деп. Осы мәселені көру арқылы, Мұсаның өмірінен және басқа да пайғамбарлардың өмірінен көру арқылы осындай ойға келедіңіз. Жалпы, егер сенімің бір болмаса, онда ол нәрсе дұрыс емес деп. Бұл жерде Мұса пайғамбардың өзі үйленіп тұр ғой. Бұл жерде түсінуге болады оны. Өйткені ол басқа елде, жалпы киелі кітапты оқитын болсақ, ол жерде мадияндықтардың арасында Мұса өмір сүрді деп айтады да. Жай ғана Мұса өмір сүрді. Ол енді мысырлық болған жоқ. Ол келген кезде ең бірінші мысырлық деп айтты оны. Одан кейін оның алдында ол не болып туылды? Израильнің отбасында туылды. Израильдіктердің отбасында туылды. Одан кейін ол мысырлыққа айналды. Енді мына жерге келіп ол мадияндыққа айналды. Сол сияқты ол жерде ол мүлдем басқа адам болып өмір сүрді. Оның құндылықтары басқаша болды. Сол жерде өзіне отан жасап, сол жерде өзін өмір сүрді. Өзінің үйі сияқты санады деп жазылған. Сол себепті де ол ешқандай ойсыз сол нәрсеге, сондай қадамға барды. Бірақ ол нәрсе қандай мәселелерді туындатты. Оның отбасында өзі шеше алмайтын, өзі шеше алмаған нәрсені Құдай келіп шешіп беріп тұр.
Енді оның барлығы мәселе ғой. Егер де ондай мәселенің болмауын қаласақ, одан да сеніміміз бірге қызмет ете алатын, бірге дұға ете алатын, бірге мінәжат ететін, бірге Құдайдың сөзін оқитын, бірге Құдайды мадақтай алатын сондай әйел болған, таңдаған дұрысырақ деп мен сөйтіп ойлаймын. Жарайсың, молодец дегенсің. Расымен де осындай мәселелер болмау үшін жаңағындай келі кітапта айтады, нұр мен түнек ол бірге бола алмайды. Бірақ дегенмен де сенуші ерлі-зайыптың арасында да кекілжің, қақтығыстар болады. Енді ол біз қозғайтын тақырып емес. Сондықтан тақырыптан ауытқымай Мұсаның өміріне ары қарай кірісейік, жалғастырайық. Яғни Мұсаның өміріне қарайтын болсақ, Мысыр халқына түскен 10 жаза. Біз өткен жолғы арғы бағдарламада айтып өттік. Осы 10 жазаның қандай да бір астарында бір мағына бар ма? Тек әлде реттілігімен болған жазалар ма? Негізде жақсы сұрақ. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін сол 10 заңды еске түсіріп көрейік. Жалпы бұл кездейсоқ апаттар емес. Құдайдың Мысырдан жалған құдайларына деген Құдайдың жауабы. Жалпы біз білеміз, алдыңғы подкасттарда айтқанбыз. Перғауынның өзі Құдай болды. Ол жерде Ніл өзенінің өзі Құдай сияқты болды олар үшін. Құрбақалар, неше түрлі жәндіктерді олар сондай Құдай сияқты көрді. Енді мысалға біз еске түсіріп көретін болсақ, Ніл өзеніне қанға айналған есімізге түсірсек. Ніл өзенінде мысырлықтар Нілді Құдай сияқты көрді. Өйткені олар сол нәрседен өмір алып жатырық деген сияқты. Сондай мағына берді оған. Өйткені су ол өмір деген сияқты ғой. Суға табынды. Сол кезде Құдай, міне сендер табынған нәрсе сендерге өмір емес, өлім әкеліп тұр деп. Құдайдың жауабы болды. Солардың Құдайына деген жауабы. Екінші жаңағы құрбақалар пайда болды. Құрбақаларды Гекет деген құдайларды құрбақа басымен бейнелейтін болғандандай. Мүсін сияқты. Бейнелейтін. Оларды құрбақалар жүрсе үйдің ішінде де олардың өміріне қаншалықты кедергі жасса да олар оны өлтірген жоқ. Өйткені олар үшін қасиетті, киелі сондай бір бақалар болып есептелді. Сол себепті де Құдай оларды есімен бір зат түсіп отыр. Ауылда бізде ойнап жүрген кезде, бақаны өлтірме, бетіңе секіл шығып кетеді деп айтады. Мұрсақтан келіп отқан шығар, бұл жай ғана просто есіме түсіп отыр. Негізінде, біздің де өмірімізде қазақтарда да сондай нәрселер өте көп қой. Су немесе жаңағы бақаларды айтып жатсың, сондай сияқты нәрселер өте көп. Бірақ Құдайдың жауабы, Құдай не дейді олар сонша қасиетті? Жоқ, оларды айтамын да, мүсін қып істеп қойғанын айтамын да. Көрсең бір әдемі ғой олар. Енді сол бақаларды Құдай соншалықты көп еткен кезде оларға қандай болып көрінді ол бақалар? Жеркенішті болып көрінді ғой. Мынау бізге керек емес деп. Одан кейін шыбындар, мысалы, шыбындар қаптады, масалар қаптады. Геп деген Құдай болған. Әрбір көтерілген шаң тозаң масаға айналды дейсің. Әрбір көтерілген шаң тозаң масаға айналды. Бірақ енді олар Құдайдың қарғысына айналды да, олардың өмірінде. Енді сол шаң тозаңды Құдай соншалықты мынандай бір шаң сияқты, бір жаңбырдан да көп, бұршақ сияқты сондай қылып масаларды көбейткен кезде олар сол нәрседен қашты ғой. Конечно, жаздың өзінде таланған кезде ананы жақсы көріп, қасиетті деп санаған нәрселердің барлығын Құдай оларға жиіркенішті қылып көрсетті. Жаңағы шыбындар Мысырда қоңыз, қасиетті болған неше түрлі нәрселердің барлығына, бірақ енді олар Құдайдың қарғысына айналды. Және Құдайдың құралына айналды. Сол құдайларын Құдай өзінің құралы сияқты қылып көрсетті.
жаңағы малдардың ауруы бар. Мысырларда аписті, иә, қасиетті бұқа деп сыйынған. Үлкен бұқаларға сондайға. Ал Құдай сол табылған малдардың барлығын жойып тастады. Енді олар ауру бұқаға табынды, иә. Сондай Құдайдың шиқандар жіберді. Неше түрлі аурулар. Барлығы ауырып, ал енді сол барлық үстіндегі жаралар қаптады, иә. Негізі оларға жаңағы абыздардың денесінде оқау болмау керек еді. Кінәратсыз, тап-таза болу керек. Кінәратсыз, сондай абыздар сондай бір пәк, таза, періште сияқты болу керек болды. Бірақ барлығының үстіне жаңағындай жара қаптады. Бұршақ жауды, ауа райымен Құдай айтты, міне, ауа райы да, ана жәндіктер де, жаңағы шыбындар да, масалар да барлығы маған тиесілі. Мен жараттым оларды. Иә. Шегірткелер жаңағы қаптаған кезде Жоэл пайғамбардың сөзіне еске түсіреді. Бұл Құдайдың тазартып, ояту үшін жіберген символы шегірткелерді. Енді қара түнекке келетін болсақ, одан кейін ол 9-шы жаңағы не, 9-шы жаза. Осы жерде Құдай нақты өзін көрсетеді. Түнектің, жарықтың, осы күнге табынған олар, күнді Құдай деген, суды Құдай деген, шегірткелерді, шыбын масаларды қасиетті көрген, бақаларды қасиет көрінген, жаңағы бұқаға табынған, малдарға табынған, қаншама 3000-нан астам Құдай болған оларда. Перғауынның өзі Құдай болған. Сондықтан да Құдайдың жауабы оларға деген қаһары жаңағыны көрсетті. Сол адамдарға емес, жалпы Құдайдың шайтанға деген берген жауабы. Өйткені оларда неше түрлі құдіреттер жасады. Ана таяқты алып келіп жыланға айналдырған кезде олар да өздері таяқтарын лақтырып жыланға айналдырды ғой. Ніл өзенін қанға да айналдырды олар. Ніл өзенін қанға да айналдырды. Бірақ та кейін олар түсінді. Құдайдың кереметтері, ол шынайы Құдайдың кереметтері. Олардың қолынан Құдай сияқты болу келмейді екен. Иә, шайтан оларды мысалға ойлап қарайтын болсақ, қандай білімді, қандай мықты етіп жасады. Бірақ та қазіргі күнге дейін Мысырдағы көптеген ашылулар бар. Олардың қандай білімді болған екен, жердің домалақ екенін білген. Жұлдыздар туралы ақпараттар болған оларда, мысалға да. Көптеген өте білімді халық болған. Өйткені олар шайтанға табынды ғой. Шайтан оларға барлық нәрсені берді ғой. Байлықты, білімді. Құдайдың еркі сол барлық жалған тәңірлерге, жалған құдайларға, су, от сияқты құдайларына берген жауап болды. Одан кейін ең соңғы біздің жаза, жаңағы ең маңызды жаза деп те қараса болады, тұңғыштардың қырылуы. Мысыр халқы тұңғыштарының құдайларына арнаған екен. Енді ойлаш, тұңғыштарын құдайларына арнаған екен. Менен басқа Құдай жоқ деп Құдайдың жауабы. Сол арнаған тұңғыштарын Құдай өзі алып кетті. Сол кезде Құдайдың соңғы жазасы болған кезде олар қатты қорықты ғой Құдайдан, иә. Осы жазалардың арқасында, осы кереметтердің арқасында бүкіл халықты Құдай құтқарып алды. Жалпы әрбір жазаның өзінің бір мағынасы болды. Құдайдың бір сөйлеген бір сөздері сияқты. Сондай нәрсе болды. Өте керемет. Расманды кей кітапты оқыған кезде оның астарында қандай мән мағына жатқанын білмейсің, жай ғана реттілікпен оқып өтесің. Осылай терең түсіндіріп берген үшін саған рахмет.
Расымен де олар өзің айтқандай жаңа белгілі бір этапқа дейін өзінің де кереметтерін жасады. Олардың құдайлары да бірдеңе істей аламыз, біздің де құдай деген сияқты өз құдайларын дәріптегісі келді. Олардың да құдай бірдеңе жасады, алайда Израильдің құдайы ол жерде жасаған кезде ол өлім мен өмірдің билігі, яғни өзің айтқандай бүкіл әлемнің үстінен билігі бар екенін шынайы түрде дәлелдеп өтті. Иә, расымен де жаңа өзің айтып өттің соңғы жағында құтқарылу. Яғни адамда осындай сұрақ туындаған кезде кез келген адамның басында болады. Яғни құтқарылуым үшін не істеуім керек? Жалпы есіңде ғой, Мұса пайғамбар фараонға барып айтқан кезде менің ең бірінші қойған сұрағы менің халқымды өзінің құдайына құрбандық шалуға жібер деп. Өзінің құдайына құрбандық шалуға жібер деп. Сол кезден бастап көрсек болады, ең бірінші неге сол халықты құдай құтқарып алған кезде шөл далада жүрді? Неге құдай өзі уәде еткен жерге бір сәтте сол жерге не қылып алып бармады деген сұрақ пайда болады. Бірақ та сол жерде біз оқитын болсақ, құдайдың жоспары, негізгі жоспары, олардың ескі өмірін жойып жібергісі келді. Ескі түсінікті, сол жердегі қаншама жыл құлдық түсінікті жойып жібергісі келді. Сол жерде шөл далада жүргізіп, құдай өзімен қарым-қатынаста болғанын қалады олардың. Енді біз алдыңғы подкастта айтқан бір нәрсе есіме түседі. Иса Мәсіхке келген кезде біз жаңа адам боламыз. Ескі өмір өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды дейміз. Неге солай? Өйткені егер де біз қарайтын болсақ, құдай барлық адамды сол жерде жаңартқысы келді. Рухани түрде құдай өзінің кім екенін көрсетті, оның жазасын жіберді. Бірақ та сол жерде адамдар қалай болды? Өздерін құтқарылған. Біз құтқарылдық, керемет деді ме? Жоқ. Олар құдайға біз сол пияз бен сарымсақ жеп жүрген кездерін аңсады ғой. Әлі өйткені олардың ойында, миында құл болып өмір сүріп жүрген, әлі сол жүректері де, сана сезімдерде сол құлдық неде қалып қалған. Сол себепті де олар құдайдың уәде еткен жеріне кіруге әлі де лайықсыз болды. Ол жерге лайықты болу үшін ең бірінші құдайдың еркі дегенде бағана түсіндірген кезде құдай ең бірінші біздің немізге қарайды, біздің жүрегімізге қарайды. Біздің жүрегіміздің жаңаруына қарайды. Біз құлдық ойдан азат болып, біз ұл болуымыз керек. Жалпы біздің құтқарылуымыздың өзі ол қандай мағына береді? Құдай бізге Иса Мәсіх келгеннен кейін, енді сендер құл емессіңдер, сендер ұлсыңдар. Біз ұлмыз. Рухани тұрғыда. Құлдық ойдан біз азат болуымыз керек енді. Дәл сол сияқты құтқарылу дегеніміз ол адамды жаңарту. Сол Мысырдағы шыққан адамдарды құдай өзіне құрбандық шалғызғысы келді. Оған құдайға, мысалы олар құрбандық шалып, құдайға мадақ айту керек болды құтқарылғандар үшін. Құдаймен тығыз байланыста болу керек болды. Олардың көз қарасы, жүректері, ойлары түбегейлі өзгеріп, жаңа адамға айналу керек болды. Сол себепті де олар шөл далада жүрді, мысалға. Сондықтан да құтқарудың маңызы енді біз ескі өміріміз өтіп кетіп, жаңа адамға айналу. Я, рахмет, осындай терең мағынада жауап бергенге. Қымбатты көрермендер, біздің де сұрақтарымыз, бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Осы бағдарламада біз Құдайдың еркі туралы, оның әділдігі туралы, оның өз құдайлық болмысын дәлелдегені туралы сұхбаттастық. Жаңа да Олон бауырым өзі соңғы жағында айтып өтті шөл дала туралы. Қазіргі таңда сіз өзіңізде сол шөл далада жүргендей сезінсеңіз, тығырыққа тірелген болсаңыз, ұмытпаңыз, бұл тек қана бастамасы. Өйткені Мұсаның өмірі де сол шөл даладан басталды. Сондықтан Құдай өзінің уәдесіне берік. Қандай жағдай басыңызға түспесін, ол жерден Құдайдың әділ еркін тауып,
осы китап арқылы оның еркін біліп лайықты жолын қамтамасыз еткенін көре біліңіз деп тілек айтқымыз келеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.